Бисмилла сөз бастаймын, я рахман. Нұр болып ай менен күн толықсыған. Айтайын бір қиссаға артық сөзден. Тыңдаңыз, құлақ салып, ей мұсылман. Тұсау кесу салты. Тәңірі тағала әбілет пен тәбілет деген екі мақұлықты жаратып, жер бетіне жібереді. Олар өте ажарлы, сұлу болған екен. Бір-бірін атып қалады. Тәңірі тағала екеуіне, әй, некелерің қиылмай, бір-біріңе қосылмаңдар деп ескертеді. Бір күні екеуі шыдай алмай, бір-біріне некесіз қосылып қояды. Дүниедегі ең алғашқы зинақорлық осыдан басталыпты деседі. Діни аңыздарда қиямет қайымда зинақор адамдар әбілет пен тәбілеттің қауымында тіріледі екен. Некесіз қатынастан дүниеге ібіліс келеді. Адам ата мен Хауа-ананы жер бетіне жіберерде Тәңірі тағала оларға да ескертіп, әй, некелерің қиылмай қосылмаңдар дейді. Адам ата мен Хауа-ана мақұл деп уәде береді. Бірақ ол заманда ібіліс малғұн атанып, оларды азғырып, тура жолдан тайдыруға серт берген кез екен. Тәңірі тағала Жебірейілге, Адам мен Хауаның аяғын тұсаулап қой. Жерге табаны тиген соң, тұсауларын кес. Ібілістің азғыруына еріп, тура жолдан таймасын дейді. Жебірейіл олардың аяқтарын көк шөппен байлаған екен. Жерге түскен соң, тұсауларын кеседі, некелерін қияды. Кейін бұл оқиға дәстүрге айналады. Содан бастап, жаңа туған баланың табаны жерге тиер кезде тұсауын кесіп, күрмеуін шешеді екен. Баламыз алғаш қара жерге қадам басты, тура жолдан таймасын деп ырымдайды. Тұсауы кесілмеген сәбидің иманы әлсіз болады деген түсінік те бар. Тұсау кесер кезде Адам ата мен Хауа-ананың арасы 7 қадам болған екен. Жебірейіл адамды 7 қадам жүргізіп барып Хауаға қосады. Осыған орай сәбидің тұсауын кесуші адам оны 7 қадам жүргізіп барып кесу салты сақталыпты. Баланың тұсауын көк шөппен, малдың тоқ жегімен, ала жіппен кеседі. Ала жіппен кесерде өзгенің ала жібін аттамасын, яғни біреудің дүниесіне көзін тікпесін, қолын соқпасын деп ырымдайды. Тоқ ішекті байлағанда бай болсын, дәулетті болсын деп тілейді. Бұл жерде тұсауды өткір пышақпен жүзін жерге қаратып кесу дәстүрге еніпті.